Шауал айының 6 күндік оразасына қатысты 1-2 мәселені талқылап кетсек, маңызды. Имам Муслим риуаят еткендей, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам хадисі бар: "Мен сама рамадана, сумма атбаъаху ситтан мин шауал, кана касауми ад-дахри", немесе касиями ад-дахри деп келген. Бұл хадистің мағынасы: кімде-кім Рамазан айының оразасын ұстап, кейін 6 күн Шауал айының оразасын ұстайтын болса, ол адам өмір бақи ораза ұстағандай сауап алады деген. Яғни бұл хадистің мағынасы: мұсылман кісі 30 күн Рамазан айының оразасын тұтса, ол 10 еселенеді. Сол секілді 6 күндік оразада оның сауабы 10 еселенсе, сонда 360 күн. Сөйтіп, мұсылман кісі өмір бақи Рамазан айымен 6 күндік Шауал оразасын ұстайтын болса, бір өмір бақи ораза ұстаған секілді болады деп айтқан. Енді осы хадиске сай ғалымдарымыз былай деп айтқан: осы 6 күндік оразаны бөліп ұстасаңыз болады, және де қатарынан ұстай берсеңіз де болады 6 күнді. Оның ешқандай бір әбестігі жоқ. Және де осы 6 күндік оразаны қашан бастаймыз десеңіз, бір күн айтты өткізіп барып, екінші күні бастап кете берсеңіз болады. Және де осы 6 күндік Шауал оразасына қатысты мынандай бір сұрақ өте көп қойылады. Жыл сайын қайталанатын сұрақтардың бірі ол: қазамен осы нәпілді бірге ниет етсек бола ма? Яғни бір мезетте бір оқпен 2 қоянды атсақ бола ма деген секілді. Жоқ, негізі парыз ниет етсеңіз тек парыз ұстаған боласыз, нәпіл ниет етсеңіз сол нәпілге амал қылған боласыз. Сол себепті екеуін бір уақытта ниет етуге болмайды, және де оған қатысты ешқандай дәлел жоқ. Және де көп қойылатын сұрақтардың бірі ол: мысалға, менің қарызым көп, немесе менің қарыздарым бар, осы қарыздарым бола тұра 6 күндік оразаны ұстауыма бола ма, нәпіл оразасын деген секілді. Иә, негізі адамның қарызы болса да, оған осы 6 күндік нәпіл оразаны ұстай берсе болады. Алла тағала естіп білген нәрсемізге амал қылуды нәсіп қылсын. Ахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин.